Сәлем достар, сіздермен бүгін біз ащы бұрыштың пайдасы мен зияны жайлы айтатын боламыз. Қызыл бұрыштың құрамында ерекше капсаицин атты зат бар. Ол жүйке талшықтары дерт емдеуде жақсы нәтиже береді. Және бұрыштың құрамында капсаицин асқазан секреция қызметін жақсы жұмыс істеуіне ықпал жасап, нәтижесінде ас қорытуды жақсартады. Алайда халық арасында ащы қызыл бұрыш асқазан жарасына жол береді деген түсінік қалыптасқан. Ал мұны соңғы зерттеулер жоққа шығарып отыр. Керісінше, капсаицин асқазанда пайда болатын өзге де көптеген дертке шипа болады деген екен. Мәселен, мынандай жағдайларда ащы қызыл бұрышты жеуге тыйым салынады. Асқазанда жарасы бар, немесе асқазан ішек-қарын жолдарында ота жасалғаннан кейін қызыл бұрышты пайдаланбайды. Шектен тыс пайдалану асқазандағы тамақтың қорытылуын нашарлатады немесе қыжыл пайда болады. Мөлшерінен тыс пайдалану адамдардың қатерлі дертпен ауыруға бейімділігін арттырады. Қант диабеті мен бауыр ауырғанда да жеуге тыйым салынады. Асқазанда қышқыл жоғары болғандықтан ащы көкөністі жемейді. Дегенмен де дәрумендер адам ағзасы үшін құрылыс материалдары секілді. Оның жетімсіздігінен ағзада ауру түрлері ушыға бастайды. Ащы бұрыштың құрамындағы С дәрумені көктем мен күзде ағза үшін өте пайдалы. Жылдың осы екі мезгілінде ағзадағы вируспен күресуде жақсы көмекші. Сонымен қатар ол шлактарды шығарады әрі қан тамырларының жақтауын нығайтады. В дәрумені болса жүйке жүйесін бекемдеп, көздің көруін жақсартады әрі шаршауын басады. А дәрумені болса аллергия мазалайтын жандар үшін таптырмас ем. Қызыл бұрыш арқылы адам ағзасы Е дәруменімен толыққанда ол қартаю процесін тежейді және әйелдерде климакс кезінде пайдасы өте керемет. Енді мен сіздерге айтатыным қызыл бұрыштың пайдасы. Бұл біріншіден бізде бұрыштың ащылығы көңілді көтереді, жүрек қан тамырының дертінің алдын алады. Ұйқысыздық кезінде зерттеу барысында да көмектесетінін байқаған екен. Және тәбетті ашады, физикалық және ақыл ой тұрғысынан жұмыс істеу қабілетін арттырады. Тұмау кезінде шипасы бар, жөтелгенде, бронхитта өте жақсы көмектеседі. Ішектердегі үлкен көлемде бактериялар түседі, оны жоюда қызыл бұрыштың қызметі ерекше. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.